Қалай қиналмай ерте тұруға болады? Бұл мүмкін бе өзі? Әрине мүмкін, достар. Мен сіздерге қазір қиналмай ерте тұрудың 5 қадамын айтамын. Бұл сізге көмектесетін ең негізгі ғылыми зерттеуден өткен әдістер. Міндетті түрде жазып алыңыз, сақтап алыңыз, подписка жасаңыз, лайк басыңыз. Алдымен ерте тұрудың пайдасын айтсам деймін. Ерте тұру тек көп жұмысыңды бітіру ғана емес. Ерте тұру адамның Алла жаратқан биоритмімен үндесу десек те болады. Ағзаның ұзақ жасауына, стресс пен аурулардың алдын алуға үлкен көмек. Ерте тұратын адамда терең ой, богатое мышление дейді ғой, сол қалыптасады. Адамның ойының ұшқырлығы өмірінің сапасына әсер ететінін білесіздер, иә? Сондықтан да ерте тұруды қазірден бастап кетіңіз. Кезекте ерте тұрудың 5 ғылыми әдісін айтамын. Ручкаларыңызды алып жазып алыңыздар. Қанша рет ерте тұруды бастадыңыздар, иә? Ерте тұруды бастадыңыздар, бірнеше рет жасап көрдіңіздер, тұра алмадыңыздар, тастап кеттіңіздер. Енді мынау нақты 5 әрекетті орындаңыздар, сол кезде сіздер тұрақты тұра бастайсыздар. Біріншісі өте маңызды, неге ерте тұрғыңыз келетінін анықтап жазыңыз. Бұл өте маңызды. Әр адамға түрлі себеп болуы мүмкін. Біреу кітап оқу үшін, біреу спортқа уақыт табу үшін, біреу таң намазын өткізіп алмау үшін деген сияқты. Ерте тұрудың себептері көп. Дәл солай сіз өзіңіздің себебіңізді анықтап алыңыз. Алдымен бұл ерте тұру маған не үшін керек деген сұраққа дәптерге шынайы жауап жазыңыз. Екіншісі, енді себеп анықталды, мақсат қойылды. Екіншісі, ұйқыға дұрыс дайындық керек. Ерте тұру бұл әрине кеште ерте жатумен басталуы керек. Ұйықтардан алдын 2 сағат бұрын телефон, телевизор, жалпы жарық, тым жарық нәрселердің барлығын өшіріп, оған жоламағаныңыз дұрыс. 2 сағат алдын осылай ұйқыға дайындықты бастаймыз. Және түстен кейінгі 4-тен кейін бізде кофе, шай, энергетик, газды сусындар, шоколад деген сияқты заттарды жемеу қажет. Кешкі 6-дан кейін барынша ауыр тамақ жемегеніңіз дұрыс. Яғни бұлардың барлығы ұйқыға дайындық, және ұйықтар алдында жылы душ немесе жылы сүт ішсеңіз, сіздің тез ұйықтап кетуіңізге көмектесер еді. Үшінші, будильникті алысқа қойыңыз. Яғни төсектің жанына, жастықтың астына немесе жақын жерге қоймай, тіпті келесі бір бөлменің мен өз бөлмеңіздің арасына қойсаңыз да болады. Бұл енді басқаларға кедергі жасамаса, барынша алыс қойғаныңыз дұрыс. Негізі будильникті көбінесе бірден тұрып кетемін деп қатты звукқа қойып жатады. Негізі ондай емес. Қатты бүйтіп стресс алып қалатын звуктан көрі баяу әуенмен оянған жеңілірек болады. Баяу өлеңмен басталып, кішкене қаттыға қарай ауысатын музыка болса, сондай музыка қойғаныңыз дұрыс. Және 4-ші, таңғы ритуалдарыңызды жасаңыз. Бұл жалпы таңғы ритуал деп әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Біреулерде мысалы жұмыс алдында тек душ қабылдап, тісін жуып, бет күтім болуы мүмкін. Немесе кітап, таңғы серуен, 1 стакан жылы су ішіп дұғасын жасау болуы мүмкін. Әркімде әрқалай осы таңғы ритуалыңызды махаббатпен жасаңыз. Именно неге махаббатпен? Өйткені осы сәттегі сезімдеріңіз ертеңгі келесі күні тұруға да сізге көмектеседі. Таңертең 1 стакан жылы суыңызды махаббатпен ішіңіз, дұғаңызды жасаңыз. Жеңіл жаттығу міндетті түрде жасаған дұрыс, өйткені күні бойы энергияға толы болып жүргіңізге көмектеседі. 5-ші, бұл өте маңызды. Бұны ұстанбасаңыз, сіз ұзаққа бармайсыз. Бір режимді ұстаныңыз. Яғни, бір уақытта ұйықтап, бір уақытта тұрғаныңыз дұрыс. Өйткені ми күнделікті әртүрлі режимде жүріп, сізге көмектесе алмайды. Оған бір режим болғаны дұрыс.
бір режим болған кезде ол сізге көмектесіп, күнделікті сол уақытта сіздің тұруыңызға, қайта ұйықтауыңызға, басқа да жұмыстарыңызды жасауға энергия тауып беріп отырады. Сондықтан бір уақытта тұрып, бір уақытта ұйықтау өте маңызды. Осылайша сізде мынандай ішкі ағзада қалыпты, күнделікті жасалынатын бір ритм пайда болады. Сол үшін ерте тұру автоматты түрде жүзеге асырылатын болады. Міне достар, осы 5 қадамды міндетті түрде орындаңыздар. Ерте тұру үшін керегі сіздерге осы 5 қадам. Өте қарапайым. Бүгіннен бастап жасап кетіңіздер. Дәл қазірден бастап ертең ерте тұруға дайындықты бастап кетіңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Каналға жазылыңыздар. Лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Рахмет.